Hi everyone, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде ағылшын тіліне кіріспе сабақ. Менің есімім Қуат Шолпан. Мен Өскемен қаласындағы Сәрсен Аманжолов университетінің екі шет тілі мамандығында оқитын бірінші курс студентімін. Мен сіздердің ағылшын тілін үйренудегі тұспалдарларыңыз, яғни компастарыңыз боламын. Ал енді сабағымызды бастайық. Сабақ бастамай тұрып, мен сіздерге тақырыпқа спойлер ретінде осы суретті қойып қойдым. Сіздер ойлана тұрыңыздар. Ал біз сабақты бастайық. Welcome my dear students. Today we are going to know about family and grammatical structures of to be and possessive. Яғни бүгінгі тақырыпта сіздер отбасы тақырыбында белгілі бір дәрежеде сөздікті үйренесіздер. Грамматикалық ереже бойынша to be мен possessiveмен танысасыздар. Ал енді сабағымызды бастайық. Family тақырыбы бойынша бірден тапсырмамен танысып кетейік. Осы сөздерді қазір сіздерге сәйкестендіру керек болады. Сәйкестендіру арқылы сіздер оларды жаттап меңгеріп аласыздар. Қазір осы шаблонда тұрған сөздермен осы 14 сөзді сіздер сәйкестендіру керек боласыздар. Осы 14 сөзден 6 сөз артық қалу керек болады. Ал енді сіздерге қазір видеоны паузаға қойып осыларды сәйкестендіру керек болады. Мағынасы бойынша, яғни әрбір сөздің жұбын табу керек. Мысалы ретінде бірінші сөз brother. Brother мен біз қатар ылғи, яғни аға, сіңлі немесе әпке деген сөзді қатар қолданамыз ғой. Сол секілді brother and sister. Сол секілді келесі сөздерді grandfather, husband деген сөздердің жұбын тауып көріңіздер. Одан кейін біз оны талдайтын боламыз. Видеоны паузаға қойсаңыз. Ал енді біздің тапсырманың жауабы. Brother and sister, яғни ағасы немесе сіңілі, немесе апайы. Оны екі мағынада қолдануға болады. Grandfather and grandmother, атасы және апасы. Үшінші жұбымыз бізде husband and wife. Husband деп біз күйеу деп айтамыз. Wife ол бізде әйел деген мағынаны білдіреді. Тұрмысқа шыққан әйел осылай айтады. Nephew and niece. Жалпы қазақ тіліне аударған кезде екеуі жиен деген мағынаны білдіреді. Бірақ оны қолданған кезде ағылшындар ол бала болған кезде nephew қолданады, ал жиен қыз бала болған жағдайда niece қолданады. Келесі бізде өзіміз білетін son and daughter. Son деген біз ата-ананың баласы, ұл баласы болған кезде ұлы деген мағынаны білдіретін сонды қолданамыз. My father's son, son's name is like Ерасыл. Яғни менің әкемнің ұлының аты Ерасыл. Оған жұп болып жүретін daughter, қызы деген мағынаны білдіреді. Келесі бізде uncle and aunt. Бұлардың мағынасы енді көке, тәте, яғни негізгі мағынасы бойынша сіз мысалы ретінде бала болсаңыз, сіздің ата-анаңыздың ағасы, апайы, жеңгелеріңіз сізге осы сөз болып табылады. Яғни сіздің тәтеңіз, жеңгеңіз, ағаңыз, көкеңіз осы сөздермен қолданылады. Яғни uncle болса ер ағаға, ал aunt болса тәтеге қолданамыз. Father and mother өзіміз білетін әке және анамыз. Grandson and granddaughter. Жаңағы ат кеткендей, grandfather ол ата болса, grandson деген сол атаның немересі, ұл немересі деген мағынаны білдіреді. Grandmother апа болса, granddaughter яғни немере қыз деген мағынаны білдіреді. Жалпы grand деген сөзі үлкен деген мағынаны білдіреді екен негізінде. Үлкен, ұлы деген, сол себепті осы сөздердің алдына қосады екен оларды. Ал бізде қалып қойған сөздер, олар бізде cousin, child, parent, grandparent, partner and twin. Бұл сөздерге қарап не байқайсыздар? Бұл сөздер өздерімен ешқандай жұпқа тәуелді немесе иелік етпейді. Өздері жалғыз қолданады. Мысалы ретінде cousin'ды айтсақ болады. Міне, ол бізде немере ағасы, немере апай деген мағынаны білдіреді. Мысалы ретінде айтсақ, біздің ата-анамыздың бауырлары, не ағаларының, әпкелері, қарындастарының балалары болады. Яғни сол балалармен біз бір-біріне немере туыстас боламыз. Соны біз cousin деп атаймыз. Оны қыз балаға да ұл балаға қолданғандықтан бұлар жеке қалды. Child ол бізде бала деген мағына білдіреді. Parent осы баланың ата-анасы. Бізде қазақ тілінде ата-ана деп айтса, олар parent деп қолданады. Grandparent ата-апасы, partner деген жұбы немесе жолдасы деген мағынаны білдіреді. Бұл сөзді біз егер адам өзінің әйелін не күйеуін сипаттаған кезде синоним ретінде қолданса болады. Twin деген ол егіз деген мағына білдіреді. Бізде ағылшын тілінде бір қызық сөз бар, маған өзіме қатынайды, sibling. Яғни ағайынды, бел сіңілі деп айтқан кезде олар тек siblings деп айта салады, яғни ағайындылар деген секілді. Сол сөз маған қатты ұнайды. Ал енді осы өткен сөздерімізді практикада қолдансақ. Сіздерге қазір Брэд Питт және Анджелина Джолидің мәтінді талдаймын, ал сіздер өздеріңіз Симпсонсты орындайтын боласыздар. Мұнда екі сөз берілген, сол екі сөздің қайсы сәйкес келеді, мәні немесе мағынасы бойынша соны таңдайсыздар. This is a Brad Pitt and partner or husband Angelina Jolie. Яғни Брэд Питтке Анджелина Джоли оның жолдасы не жұбы ма, әлде оның күйеуі ме? Яғни күйеуі деген сәйкес келмейтін, оны сызып тастаймыз да, оның орнына partner таңдаймыз. Husband деген сызып тастайық. With their nieces and children. Nieces деген жаңа кеткендей, ол жиендері. Енді екеуі бірге жүрген кезде олардың жиендерін тасып жүрмейді ғой. Олар суретте көріп тұрғаныңыздай балалармен жүр, сол себепті біз children таңдаймыз.
Children дегеніміз ол бізде балалар, яғни child'тың көпше түрдегі формасы. Бұны да сөз тіркеулеріңізге жазасаңыздар болады. Their three twins or sons are Maddox, Bax and Knox. Бұнда есімдер аталып тұрғандықтан біз олардың егіздер емес ұлдар екенін анық көріп тұрмыз. Сол себепті біз twinsті сызып тастаймыз да сонсты таңдаймыз. And their олардың daughters or cousins are Zahara, Shayla and Viviana. Енді бұл Анджелина Джолидің қыздары екенін білгендіктен біз daughters деген таңдаймыз. Өйткені cousins мұнда мүлдем келмейді. Ал енді сіздер осы Симпсонстағы басты кейіпкер бала туралы мәтін болады, соны өздеріңіз орындап көріңіздер. Келесі бізде біз енді отбасы тақырыбын меңгергендіктен ары қарай оны өрбіту үшін бір-бірімізге сұрақ қоя алу керекпіз. Сол себепті мен кішігірім сұрақтар дайындап қойдым. Asking about families, отбасы туралы сұрау. Біз өзіміздің отбасымызды сипаттай алғандықтан оны біз басқа біреуден сұрай алу керекпіз. Сол үшін біз былай сұрасақ болады екен. Егер біз олар адамдардың ағасы не бауыр бар екенін білу үшін сұрасақ, онда have you got any brothers and sisters? Ол кісі оған қалай жауап береді? Yes, I have two sisters деп жауап беруге болады, егер ол кісінің екі қарындасы болса. What is your father's name? Яғни адамның есімін сұрағанда what is your name деген сұрағандықта, сізден сұрағандай, сіз де біреудің әкесінің есімін сұрасаңыз болады. What is your father's name деп. Немесе ауыстырсақ болады. What is your uncle's name? Сіздің көкеңіздің есімі кім деген секілді. Have you got a favorite uncle or aunt? Сіздің сүйікті ағаңыз не тәтеңіз бар ма деп сұрап жатыр. Where is your mother from? And where are you from? Деген секілді. Сіз қай жақтансыз дегендей, сіздің анаңыз қай жақтан деп сұрасақ болады. How old is your grandfather? Сіздің жасыңызды сұрағандай, сізде біреудің атасының, әжесінің жасын сұрай аласыз. Мысал ретінде, бұл жерде сіздің атаңыздың жасы нешеде деп сұрап тұр. Осы сөздерді, сұрақтарды жазып алып, оларды практика жүзінде досыңыздан сұрасаңыз болады. Келесі бізде грамматика. Грамматикаға тақырыбы to be. Жалпы be етістігі болу немесе бар болу деген сөзді білдіреді. Ол өзінен кейін тек зат есімді, сын есімді және сандардан қолдана аламыз. Одан кейін ешқандай етістік керек етпейді. Бұл яғни бір нәрсені сипаттау үшін қолданады. Жалпы мен to be етістігін осы мына жерде тұрған айдаһармен елестетемін, ассоциация жасаймын. Себебі бұл өйткені оның үш басы бар. Оның үш басы ретінде біз am, is-аны алсақ болады. Am-ді біз тек I-мен қолданамыз. I am a nurse. I am a 16 years old деген секілді. Is-ді тек he, she, it, all деген мағынада қолданамыз. And she is upset. Ол көңілсіз. He is a player. Ол ойыншы. And it's a dog. Бұл it. Are-ды біз көбінесе көп болған жағдайда қолданамыз. Мысал ретінде we are friends. Біз достармыз. You are beautiful. Сіз әдемісіз. They are crazy. Олар сәл бір түрлі деген секілді қолдансақ болады сипаттаған жағдайда. Әрбір сөйлемнің міндетті түрде формалары болады. Ол бізде positive, negative and question болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдер. To be-де бұл өте оңай. Біздің формуламыз бар. Subject plus to be plus pronoun. Subject дегеніміз бұл бізде есімдіктер немесе бастауыштар. Бастауыштың орнында әртүрлі есімдер немесе pronounдар қолданса болады. Мысал ретінде біздің мына жерде тұрған сөйлемімізді алсақ болады. I am a nurse. Осы сөйлемді алып талдап көрейік. Subject бізде мұнда I, to be бізде am, I am. Осы subjectке байланысты, бастауышқа байланысты бізде to be қойылады. Pronoun ол бізде nurse. I am a nurse. Сол секілді негативті жасау үшін біз тек to be-ге жаңағы үш форманың біреуінен not жалғай саламыз. Оны мысал ретінде жаңағы сөйлемімізді қолдансақ болады. I am not a nurse. Сұраулы сөйлем болған кезде біздің to be-мізбен subject-тің орны ауысады. Онда сұрақ былай болады. Am I a nurse? Мен бикемін бе деген мағынаны білдіреді. Қазір бұны түсініп бекіту үшін әрине бізге практика жасау керек. Орындап көрейік. Rewrite this sentence in positive, negative and the question forms. Бірінші сөйлемге мен көмектесіп жіберейін. Оны қалай жасаймыз? You бізде үшінші айдаһардың несінде отырған кестесінде мына жерде тұр. Осы кестеге қарап орнасаңыздар болады. You-дан кейін бізде positive болса are in my class. Енді осыны негативке алдыру үшін to be-мізге are-ға not жалғаймыз. You are not in my class. Сұраулы сөйлем істеу үшін не істейміз? Әрине, to be-мізді сөйлемнің басына жібереміз онда. Оны жасау үшін қазір are you ара сөйлем кете береді. In my class. Осыған жауап берген кезде yes, I am or no, I am not деп жауап бересіздер. Яғни
yes болса, онда сөйлем болымды болғаннан кейін subject плюс to be тұра береді. Ал егер болымсыз болса, онда no, I am not болады. Солай әрбір to be-ге сәйкес келетін есім тегін қолдана берсеңіз болады. Енді осы сөйлемдерді үш формада жазып тексеріп көрсеңіздер болады. Комментарийге қалдырыңыздар жауаптарыңызды. Келесі бізде келесі тақырып possessives, яғни иелік ету. Егер біз бір нәрсені иелік етсек, ол бізде бар болса, ол өзіңіздің жеке меншігіңіз болса, онда біз subject-ке эш жалғауын қосамыз. My father's car. Яғни мен әкемде көлік бар екенін айту үшін, менің әкемнің көлігі екенін білдіру үшін осы эш жалғауын жалғаймын. Жердегі subject бізде my father, оған эш жалғау арқылы мен бұл көліктің әкеме тиесілі екенін көрсетемін. Мысал ретінде айтсақ, Айсарас dress is so beautiful. Біз мұндағы негізгі фокусты қайда қойып тұрмыз? Мына апостроф s-ке қойып тұрмыз, яғни Айсараның көйлегі әдемі болып тұр. Өте әдемі болып тұр. Кімнің көйлегі? Айсараның. Келесі сөйлем бізде Sanjar's dog is hungry. Кімнің иті аш? Санжардың иті аш. Сол себепті біз иесі соған subject, яғни бастауышқа s-ті жалғайды екенбіз. Бұның өзінің ережелері бар. Мысал ретінде singular noun деген сол жекеше түрдегі зат есім. Онымен тек осы айтқандай жаңағы Айсараны алсақ болады. Айсарас dress. Ол жекеше түрде жалғыз өзі тұр, оған тек s жалғай салсақ болады. Егер бізде зат есім дұрыс емес формада және де көпше түрде тұрса, және ол s-пен аяқталмаса, онда оған s жалғау керек екенбіз. Мысал ретінде біз бағана child деген сөзді өттік. Child деген, оның көпше түрі children. Негізі көп жағдайда бізде зат есімге көпше түрде s жалғанады, бірақ байқасаңыздар, child'дың көпше түрі children деген мағынаны білдіреді. Сол жағдайда бізде егер балалардың деген мағынаны білдіру керек болса, онда children's деген s жалғайды екенбіз. s деп жалғау керекпіз. Ал егер де тура осылай тек дұрыс көпше түрдегі зат есім болса, онда мысал ретінде жаңа айттым ғой, негізі көпше түрді білдіру үшін бізде сөздің соңына s қосылады. Бірақ мұнда children ол бізде дұрыс емес зат есім. Сол себепті оған s жалғау керек. Ал егер жалпы зат есімнің өзі көпше түрде тұрса, например, friendтің көпше түрі бізде friends. Friends өзі s-пен аяқталғандықтан оған тек апостроф жалғасақ, бізге жеткілікті болады екен. Яғни оған ешқандай s керек емес, тек апостроф арқылы оның көпше түрін білдірсек болады екен. Қазір үй жұмысын берейін. Ең алдымен the first step, сіздер жаңа өткен сөздерді толық жаттау керексіздер, және де оны қолдану керексіздер өмірлеріңізде. Екінші step, бізде өткен тақырыбымыз бойынша осы сөйлемдерді жалғастыру керексіздер. Ол бізде to be бойынша сөйлемнің мағынасына қарай сіздер керекті айдаһардың басын қою керексіздер. Үшінші тапсырма possessives, яғни иелік ету, біреуде бар екен білдіретін сөйлемді жазасыздар. Мысал ретінде this is my uncle car, яғни бұл менің көкемнің машинасы деген мағынаны білдіру үшін, онда сіз қайда жалғайсыз s-ті? Uncleға. Яғни this is my uncle's, яғни көкемнің көлігі деген мағынаны. Мұнда екінші тапсырмада мен мына жерде айтпай кеткен не бар, тапсырма бар. Егер бізде екі адамды белгілесе, ретінде Шолпан and Дария, онда екеумізге де тиесілі кететін болса, бұл s бізде екі адамның соңында тұрған екінші адамға s жалғанады. Бірақ s жалғанса да ол екі адамның екенін білдіретін болады. Мысал ретінде Иззат, Біржан and Сәулес мазыр, яғни Біржан мен Сәуленің аналары ма, екеуіне де тиесілі, бірақ апостроф бізде s-ке жалғанады. Қалғандарын енді өздеріңіз орындай қойыңыздар. Сіздерге сәттілік. Енді соңғы адамымыз ол бізде барлық нәрсені қайталаңыздар, және де оны біреумен бөлісіңіздер, жақын адамдарыңызбен. Бізде бұндай ереже, бір нәрсені жатқа үйрену үшін, білу үшін, оны адам бірінші өзі оқу керек, кейін онымен бөлісу керек. Бөлісу арқылы сіздің есіңізде жақсы қалатын болады. Сіздерге көп рахмет. Сіздермен болған Қуат Шолпан. Мен сіздермен танысқаныма және сіздерге сабақ өткізгеніме қатты қуанамын. Мен өзімнің каналымның неліктен степ-бай-степ екенін айтқым келеді. Жалпы оның аудармасы шаг за шагом, яғни қадам-қадаммен, яғни аз-аздан үздіксіз деген мағынаны білдіреді. Сол себепті аз-аздан үздіксіз талмай еңбек етейік. Сол кезде мақсатымызға жетеміз. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.